Сәлем достар, сіздер менен Наргиз. Бүгін мен сіздерге имбирный печеньенің рецептісін ұсынамын және де қалай глазур жасауды үйретемін. Біздің печеньеміз нәзік, әдемі болып шығады. Қажетті заттар: 200 грамм ұн керек, 1 дана жұмыртқа, қант 1 стақан, қопсытқыш 1 шай қасық, май 100 грамм, имбир және корица 1 шай қасықтан және де бал 2 шай қасық. Онымызды ыдысымызға саламыз, оның үстінен қопсытқыш қосамыз, корица қосамыз және де имбир. Бәрін жақсылап қасықпенен араластырып аламыз. Содан кейін бөлек ыдысымызға майымызды саламыз, қантымызды саламыз, жұмыртқа саламыз және де бал саламыз. Бәрін аз қасықпенен біріктіріп аламыз. Енді ұнымызды саламыз. Бәрін жақсылап араластырып аламыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Содан кейін қолымызға кішкене жабысқақ қамыр болу керек. 15 минуттай тоңазытқышқа қоямыз. Енді қант ұнтағын аламыз, 1 ақуыз аламыз және де лимон. Қант ұнтағын ыдысымызға салып аламыз. Оның үстіне ақуызымызды саламыз. Енді жақсылап біріктіргенше араластырамыз. Содан кейін миксерменен 5-7 минуттай араластырып шығамыз. Қамырымызды тоңазытқыштан шығарып 2-ге бөлеміз. Енді қамырымызды жаямыз. Аса жұқа да, аса қалың да жасамаңыздар. Формочкаларменен кесіп аламыз. Енді 180 градуста 7-10 минуттай пісіріп аламыз. Енді глазурымызды бөлеміз ыдыстарға 1 шай қасықтан. 1 каплядан краситель қосамыз. Бізде сары, қызыл, ақ және де көк түсті шықты. Шприцқа толтырып аламыз да, ақырындап құйып аламыз. Біздің имбирный печеньеміз дайын болды. Осылай әсемдеп шықсаңыздар да болады. Жұмсақ, ауызды ирейтін печеньеміз шықты. Астарыңыз дәмді болсын.